Ассалаумағалейкум құрметті достар, бүгін мен сіздерге шынайы оқиғалар желісімен түсірілген «Күнге қарсы» атты фильмнің қысқаша ғана сюжетін айтып беретін боламын. Алдымен арнама тіркеліп, лайк басыңыздар. Кеттік ендеше. Оқиға 1942 жылы екінші дүниежүзілік соғыс кезінде Америка мен Жапонияның қақтығысы кезінде өрбейді. Америкалықтар жапондықтарға ұшақтар арқылы шабуыл жасау үшін Тынық мұхитының оңтүстігінде жайғасады. Бір ұшақта 3 әскери ұшқыш мұхит төбесінде адасып айналып жүреді. Дүрбіге картаға қарап қонатын кемелерін таппайды. Жанармайда аяқталуға шақ қалады. Байланыс орнатып көрсе де нәтижесіз болады. Жанармай соңына тақалып, командир Гарольд жылдамдық пен қашықтықты өлшейтін құрылғыны қойнына салып, әріптестеріне дәрі қобдишасы, фонар деген секілді керек жарақтарды алып, жилеттеріңді киіп, суға қонуға дайындалыңдар деп ескертеді. Командир қону үшін ұшақты төменге қарай бағыттайды. Гарольд ұшақтан шығып, үрмелі қайықты шығарып суға жаяды. Ал Тони мен Джиннің белдіктері шешілмей, ұшақпен бірге су астына батып барады. Әйтеуір белдік шешіліп, жилеттерін тартып үріліп, су бетіне көтеріледі. Қайықтары үрілмей, салмақтары ауыр болмау үшін қаруларын тастай салады. Сөйтіп, амалдап қайықтың тартатын жерін тартып, оны үрлеп алады. Бірақ ол теріс жатып қалады. Тони мен Джин екеуі суда онша жүзе алмайды екен. Қайықты аудара алмай жатқанда Тони екі жилетті шешіп, екінші жағына байлап тартамыз деп жилеттерді лақтырып, қайықты тартып аударып алады. Солай оған орналасып, үшеуі толықтай сыймай, аяқтары шығып тұрады. Су болған олар жаурап қалтырап жатады. Бірінші күні командирі Гарольд жігіттерді оятып, Джинға «Қалай сен кемені өткізіп алдың? Біз 20 миль қашықтықта едік деп, сенің қателігіңнен осындамыз» дегенді айтқысы келгендей болады. Бірақ Джин «Сіз айтыңыз, қаншалықты алыс едік» деп оның аузын жаптырады. Содан айналасына қарап, көмекті күтіп, бізді табады ғой деп сенімді болады. Біраздан кейін Джин бір нәрсені байқап, «Ана нүктені көрдіңдер ма?» деп назарлары сонда ауады. Ол нүкте ұшақ екен. Қара жәшікті іздеп жатыр деп ойлап, киімдерімен, қолдарымен болғап, ұшаққа белгі беруге тырысады. Бірақ ұшақ оларды көрмей кері бұрылып кетеді. Керек жарақтардың бәрі суға батқандығын естиді Гарольд. Яғни сулары, жейтін тағамдары, қайықтың ескегі де жоқ. Кейін қалталарынан пышақ, қайықтың қобдишасынан жіп, ысқырық секілді қолдарында бар заттарды шығарып көреді. Сағаттары істен шығып шешіп тастайды. Командир жылдамдық пен қашықтықты анықтайтын құрылғысын қояды. Қайықты тесіп алуымыз мүмкін деп аяқ киімдерін суға тастатқызып, өзінікін болса жерді тапқанда жүргенге керек боп қалар деп алып қалады. Ал Тонида қаруы қалыпты. Содан жастар бір-бірлерімен жақынырақ танысып, әңгімелесіп уақытын өткізеді. Түнде де көмекті күтіп, көріп қалар деген үмітпен бір адам 4 сағаттан кезекшілікке тұрса, екеуі ұйқыға кетеді. 4 сағаттан соң Гарольдты кезекшілікке оятады. Ішетін сулары болмаған соң басшы аяқ киімге сиіп, амал жоқ оны ұрттап ішеді. Түнді өткізіп, Тони мен Джин кофе құйдып екеуі елестетеді. Гарольд болжаммен Гавайиға 1900 миль, оңтүстік Америкаға 6000 миль, ал Самоа аралдарынан қашықтық 600 миль деп, қайықтың жылдамдығымен 2 аптада жетеміз деп жорамалдайды. 2 аптада аштан өлеміз дейді Тони. Сонда Джин балық ұстау үшін қармақ жасауды ойлап, жіпті алып, оған оқ қорабының серіппесін шығарып, одан ілгек жасайды. Орамалының бір бөлігін кесіп, ілгекке іліп суға тастап күтеді. Сәлден кейін балық ілініп, оны тартып шығармақ болады. Ауыр болып бірігіп тартып шығарса, ілгектері үзіліп кетіп, бізден де аш біреу бар дейді. Қайта қармақтарын тастап күтіп отырады. Балық түспей, Джин шыдамай жилетті киіп, суға секіріп шомылып, өзінше көңіл көтергісі келеді. Бірақ кейін акула болуы мүмкін дегенде естіп, қобалжып бірден түрі өзгеріп, тез қайыққа қарай жүзеді. Содан 5-ші күн болып, жігіттердің әлдері кетіп жатқандығын байқаймыз. Әдеттегідей кофе құйып, оны ішкендей сезінеді. Сол кезде Гарольд қалтасындағы қаламы есіне түсіп, мен картаны сала аламын деп, жилетке сыза бастайды. Құрылғысын
алып, жігіттердің алдын айтқан мәліметтердің құрылғымен қарап, өздерінің қайда екендерін шамамен жобалайды. Егер жолай жел бізді қуса, елімізге ынтымақтас болған аралдарға бағытталатынын айтады. Ал жел басқа жаққа соқса ше дегенде, Гарольдқа бір ой келеді. Қайық жібін шешіп, тек бұрышында қалдырып, сымдарды орап жилетке байлап, қайық жібіне біріктіріп, қолдан зәкір жасап алға қарай лақтырады. Зәкір судың бағытымен қайықты ұстап тұрады. Яғни жел басқаша соқса да бағыттан өзгермейміз деп ойлайды. Біраз уақыттан кейін зәкірді алып, Гарольд желдің бағытымен ұстануымыз және жаңбырға үміттенуіміз керек дейді. Жаңбыр жаумаған соң олар Құдайға жалынып жаңбырды сұрайды. Содан қалайда өз көңілдерін сәл көтеру үшін әндетуге кіріседі. Түнде су астына батып бара жатқан аяқ көрінеді. Ол Тони өзіне келген жігіт тыпырлайды. Сүйсе түсі екен. Сол кезде су тамшылап жаңбыр құя бастайды. Ыдыстарын шығарып, оларды толтыруды ойлап, өздері де ауыздарын тосып, шөлдерін қандырады. Сөйтіп, ары қарай көмекпен балықтың түскенін күтіп жатады. Болмаған соң Джин қалтасындағы пышақты шығарады. Қайықты тесіп қоясың деп қорыққан командир қайта салып қой десе де тыңдамай, амалы таусылған ол майда балықтарға қарай ұрып ұстауды көздейді. Бірнеше рет ұрып, қайыққа тидім деп ойлағанда, қайық емес деп үлкен бір акуланы алып шығады. Ол Тонидің үстіне түсіп, тыпырлаған балықты барынша ұстауға тырысады. Джин пышағымен оны бірнеше рет ұрып өлтіреді. Акуланы тіліп, ішінен қан мен майда балықтары ағылады. Ол да қазір тамақтанған сияқты деп жігіт аузына балықты салып жеп жібереді. Осылай олар қарындарын тойдырады. Кейін екі тілім етті шұлыққа салып, қайықты қаннан тазалап отырып, жұбайлар жайында сөз қозғалып кетеді. Командир үйленген болса, екі жігіттің әйелдері жоқ. Тони қызым бар деп, Джинға менің әпкем бар. Сонымен тілдерің жарасып кетуі мүмкін деп ұсынады. Әпкең қандай суреттеп берші дейді. Оның шаштары қоңыр, көздері көк деп айта бастағанда, Джин оны өзінше елестете бастап, мына жақтан шыққан соң онымен кездесуді қалайды. Сол кезде суда қанға келген басқа акулаларды көріп, түрлері өзгеріп шығады. Түнде ұйқыдан оянған Джин бетін сумен жуып жатқанда, оның қолын тістеп алады. Тони бір-екі оқ атып, жаралы қолын орамалмен байлап қояды. Содан жинаған суларын үнемдеп ішеді. Зәкірлерін тастап, арасында Құдайға жалынып, өткен күндерін белгілеп сызады. Түнде жаңбыр жауады. Осылай олар үміттерін үзбей қайықпен ақырындап келе береді. 15-ші күн болып, жігіттер әлсіреп, Джин Тонидің тапаншасын сұрап ап, жегін келе ма деп командирге қарай кезейді. Сөйтсе қайықта құс отыр екен. Оны дәлдеп атып түсіріп, бірақ алыстау жерге барып құлайды. Соны көрген Гарольд бірден суға секіріп, оны алып келмек болады. Бері келе жатқанда артында акула көрінеді. Тапаншаларды істемей қап, оған қарай қолдарымен есіп, Гарольдты асығып әйтеуір қайыққа жетеді. Құсты бөлісіп жеп алады. Ұйқыдан тұрған Гарольд кезекшілік жасаудың орнына екеуі де ұйықтап жатқанын көріп, оларды оятады. Мен сендерге қараңдар деп бұйрық беріп едім деп ашуланады. Неше күннен бері келе жатқан жігіттердің терілері сарғайып, қызарып, жаралардың пайда болғанын байқаймыз. Джин өзің қара деп қарсы келе бастайды. Сен картаны қалай салдың десе, мен картаны күнде қарап жаттағанмын. Барлығы басымда дейді. Біз сенің білмегеніңнен құладық, біз кемені таба алмадық. Сол үшін мен радио байланысты орната алмадым. Байланыс орнамайтындай соншалықты алысқа апардың деп командирді кінәлайды. Біз бәрін тура жасап, ал сен мұхитта жоғалуымыздан басқа не істедің деп шүйлігеді. Сөйтсе ұшақта командирдің көздері 2 минутқа ілініп кетіпті. Сол 2 минут олардың адасуына жеткілікті болған екен. Соны командир мойындап, мен үшін осындай жағдайға түстік. Маған қатты өкінішті деп шарасыз кешірімін сұрайды. Жігіттердің көздеріне жас үйіріледі. Өздерінен басқа ешкім жоқ жерде Гарольдты кешіргенін байқаймыз. Сонымен Гарольдқа ой кеп, ол аяқ киімінің бетін пышақпен тіліп, бір шетін тесіп жіпті өткізеді. Осылай олар қолдарына байлап суды есіп келеді. 30-ші күнде жетеді. Әлдері қашқан олар демалып алып, ары қарай суды есе береді. Біраздан кейін күн бұлттанып жаңбыр жауады. Киімдерін жайып, су болған оларды сығып, суын жинайды. Бұл жауын бітіп, ұйықтап жатқанда найзағай ұрып, қап-қара бұлттар жиналады. Толқындар күшейіп, дауыл орын алып, енді олар өмірлері үшін күреседі. Командирді толқын лақтырып, Джиндар оны құтқаруға тырысып, оған қарай асығады. Жеткен кезде үлкен толқын олардың бәрін аударып жіберіп, керек заттарының бәрі су түбіне кетеді. Амалдап жүріп, әйтеуір қайық маңына жетсе, Тони болмай шығады. Оны шақырып, айналасын қарап іздейді. Сөйтсе, ол да екінші жағында ұстап тұр екен. Қайықты басқанда толқынмен ол аударылып, бәрі оған көтеріліп аман қалады.
Жігіттердің қарындары ашып, күштері сарқылып жатады. Егер біреуіміз өлсек не істейміз деген Тониға жүрекке жетсек болды деп ішкі ағзаларды жейміз. Бүйректерді алу оңай болады. Иә, әрқайсымызға біреуден тиеді деп мысқылдап күледі. Джинға Тонидің әпкесі елестеп көзіне көрініп, мен сенің әпкеңе ғашық болып қалған сияқтымын дейді. Командир бұлай аяқталып жатқанына кешірім сұрап жылайды. Джин адам өзіне жол жасайды, бірақ бәрін шешетін тек Құдай ғана екенін айтады. Сонда Тони егер Құдай бізге осы жолды таңдаса, онда ол оны қалады. Не болса да біз алысқа кеттік деп берілмеуге шақырып, оларды жігерлендіргендей боп, қолдарымен суды есуге кіріседі. Біраз уақыт өтіп, оянған Гарольд көздері ашық жатқан Тониді көріп, оны түртеді. Бірақ одан ешқандай белгі болмайды. Джинді оятып, Тонидің өлгенін айтқысы келеді. Байғұс Тони деп жатқанда, жігіт қимылдап, оның өлмегендігін көреміз. Сол кезде Джин командир қарашы деп бірдеңе байқағандай болады. Бәрі сол жаққа қарап, талдары өсіп тұрған жерді көріп, бойларында қуаныш сезімі пайда болады. Земля! Земля! Джин Құдайға алғысын айтады. Күштері жеткенше солай қарай есіп, жақындағанда толқын оларды аударып, жағаға шығарып жібереді. Тәлтіректеп, жорғалап, бар күштерін салып, жағалауға жетеді. Сол кезде шетте екі үйді көріп, жүздерінде күлкі ұялайды. Жарадан денелері қарайып кеткен олар үйге қарай қадам басып, осылай аман қалады. Фильм соңында 34 күн бойы мұхитта жүріп, Пука-Пука дейтін аралға жеткені жайлы жазылады. Гарольд экипажды құтқарған үшін марапатталып, одан кейін ешқашан әскери ұшуларға қатыспапты. Ал Тони алған жарақаттарынан флотта мансабын жалғастыра алмапты. Джин болса соғыс аяқталғанша байланысшы боп істеп, 46 жылы Тонидің әпкесіне үйленді деген секілді ақпараттар айтылып, олардың шынайы фотолары көрсетіліп, фильм аяқталады. Егер кино ұнаған болса, лайк басып, арнама тіркеле кетіңіз. Келесі кездескенше.